Сәлем қыздар, бүгін сіздермен ең дәмді творог пирогын дайындайтын боламыз. Өте күшті болып шығады. Сатылымға шығарсаңыздар да болады. Осы рецептпен беймарал лайк басып сохранить етіп алыңыздар, жоғалтып алмау үшін. Мен бұл жерде 2 пирогтың қамырын дайындап жатырмын. Сіздерге бір пирогтың рецебін төменге жазып кететін боламын. Бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызға жұмыртқа қантымызды салып, венчиктің көмегімен біркелкі болғанша араластырып алатын боламыз. Ұнымызға разрыхлительді қосып алып, содан кейін барып жайлап қамыр илеуді бастаймыз. Бізде бұл жерде өте жұмсақ, қолға жабыспайтын ыңғайлы песочный тесто дайын болады. Дайын болған қамырымызды бөліп холодильникке сап қоятын боламыз. Пакетке салып холодильникке сап қоятын боламыз жарты сағатқа. Енді начинкасын дайындаймыз. Ыдысымызға творогымызды салып, сметана, қант, жұмыртқамызды салып, бір ас қасық ұн салып, жақсылап біркелкі болғанша блендермен езіп алатын боламыз. Мына осылай біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Пирогымыздың қамырына пирог пісіретін қалпымызға жақсылап орналастырып аламыз. Барлық жеріне бірдей етіп, дайын болған начинкамызды ішіне салып, бір тегісте барлық жеріне жағып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, мен бұл жерде шие қостым үстіне. Әрі сәнді, әрі дәмді болып шығады. Сіздер өздеріңіз қалаған зат салсаңыздар болады. Суығаннан кейін формасынан шығарып, бетіне сахарный пудрасын сеуіп, кесіп жей берсеңіздер болады. Ас болсын.